екі дүние бүлікті жалғап тұрған мемлекеттер бар дейді. Соны ұмытпаңыздар. Неке Суэц каналын айтқан жаңағы Гренландияны алып, неке Мадрид, Испанияны айтқан жерде екі мемлекетті бөліп тұрған. Данияны айтқан Копенгаген. Яғни Дания мемлекеті дүние жүзі бойынша сүт тағамдарын өндіруден бірінші орында екен Дания. Олар ол мемлекетті сүт фирмасы деп атайды, сүт фирмасы деп атайды. Дания мемлекеті. Ірімшік творықтардан, сүт тағамдардан жасалатын тағамдарды өндіруден дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрған Дания мемлекеті. Сүт фирмасы деп атайды екен Дания. Дүние жүзі бойынша мысалы Германия дәрі-дәрмек жасаудан бірінші орында. Және химиядан. Химия жақсы дамыған. Осылай әр мемлекеттердің мысалы Бельгия дүние жүзі бойынша тамай күш өндірудің алдын қатады. Солай дүние жүзіндегі әр елдің өзінің дамыған мемлекеттердің өздерінің бір мамандарға саласы бар. Онысы неден жайды оны өтесіндер. Бірақ енді бір есік программамен оның бір қазір мысалы есік программамен жүргенде сендер бүкіл картаны есік картаға түсіріп жаттап қай мемлекетте қандай мемлекет тұрады, қандай тілде сөйлейді, қандай ұлттар, қандай өзен көлі, ауылы бар, бәрін алатын болдыңдар. Енді онда жетілесіңдер басқа программаларда. Сол себепте сіздердің жаңа программада көбіске оқу тапсырма орындау, картамен жұмыс аз. Ал бұрынғы есік программада картамен көп жұмыс істейміз. Сондықтан сіздердің программаларыңыз өзгеріп кеткеніне қиын болса. Мынада ешқандай картамен жұмыс жоқ. Сондықтан картаны арасында алып, жаттап, жаңа айтқан Европаның қандай мемлекеттері бар, Азияның қандай мемлекеттері бар, Америкада қандай мемлекеттер тұрады, Африкада қандай мемлекеттер тұрады. Картаға қарасаңыздар, саяси картада қай мемлекет, астанасы қандай бәрі саяси картада ашықтан ашық